lanes. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la. Өз қалаңызға барған кезде Уинтеркам қалай болды деген сұрақты қалай жауапсыз? Мен өз қалам Тараз достықтан келіп отырмын. Мен достыққа барып айтатын болсам, өзімнің тобымда оқушыларға, оларға айтар едім, Уинтеркампқа келесі жолы егерде мүмкіндік болса келіңдер дегенде. Өйткені бұл жақта сен өзің конкуренттерің қалай дайындалып жатқан барлығын көресіңдер. Және де мұғалімдер ұнады, басқа жақтың опыттарын жинап дегендей, әркімде әртүрлі сабақ беру несі бар ғой, өзінің определенный планы. Пән мұғалімдері бізге болашағымызды қалай таңдау керек екенін, қайда жүру керек екенін, даму векторын нақты каждыйға түсінікті қылып жеткізді. Слушаешь их предмет, прям очень интересно становится, и тем самым ты познаешь что-то новое. И еще уроки такие максимально прям захвачены учителем. Өзің еркін сезініп, ағайлармен әзілдесіп, сабақ айтуға деген желаниең ашылып тұрады. Танымал адамдардың бізге берген мотивациясы, мен өте күшті мотивация алдым. Осыдан бара салысымен мен күшті сабаққа кіріскім келеді. Соны өзім достарыма айтқым келеді. Маған қатты ұнаған семинар Айдос ағайдың мотивациялық семинары қатты ұнады. Уинтеркамп өте күшті өтіп жатыр. Бәрі өте атмосферно, және оқуда көп көмек тиіп жатыр. Күніне 6-7 нұсқадан талдап тастап прогресс көрсетіп жатырмыз. Общагаға, комнатамызға біз кәдімгідей шаршап келеміз, бірақ усталость это очень приятная, потому что мы понимаем, что біз бүгін көп нәрсе істедік, көп нәрсе білдік, көп адамдармен таныстық. Кешке қарай бізде жиындар болады. Неше түрлі ойын ойнап, бәріміз көңіл көтеріп, кішкене морально да, физически да жақсы болып қаласың. Теннис, активити, PS, неше түрлі ойындар ойнадық. Еда вкусная. Олар Counter-Strike'ты ұнатыпты. Сіз нені ұнаттыңыз? Маған квест ұнады, бірінші орын алғам, мен фиолетовый болғам. Ұтып алдым, соны дос қыздармен жедік. Не жедіңіздер? Пицца жегенбіз. Қалаға іздеуіме келгенде сабақта сол графикпен оқимын деп тұрмын. Мысалға біз Таразда тұрған кезде қыстық демалысымыз бұлай өтпес еді. Біз мысалға таңғы азында 6 жарымда тұрып жатыр қой. Ал Таразда болған кезде біз түске дейін ұйықтау сондай әдет болатын еді. Біз бұл жаққа келіп жаңа әдеттерді қалыптастырып жатырық. Адамдар жаңа достар тауып жатырық. Әр қаланың нелерін адамдармен, әртүрлі мінезді адамдармен таныстырып жатырық.